Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай дәмі балдай, өзі жұмсақ әрі оңай дайындалатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз ыдысымызға бір кесе немесе 170 грамм болатын балды салып аламыз. Бал бізде осындай сұйық және де бөлме температурасында болған жөн. Енді осының үстіне шамамен бір кесеге жетер-жетпесте кәдімгі қарапайым сұйық майды, яғни бұл дегеніміз бізде 100 грамм, соны құйып аламыз. Сонымен қатар осының үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне 1 шай қасық сода және де жарты кесе қант саламыз. Бұл дегеніміз бізде шамамен 50 грамм. Құрамында бал болғандықтан қантты көп қосудың мүлдем керегі жоқ, себебі печеньеміз онсыз да тәтті болады. Енді қантты қосып болғаннан кейін ол қантты жақсылап ерітудің қажеті жоқ. Қант бізде қатты ерімеу керек, себебі егер қантымыз еріп кететін болса, біздің печеньеміз жарылып піспей қалады. Яғни қантымыз ерімейтін болса, онда біздің печеньеміз жарылып, әдемі болып пісетін болады. Массамыз өзінің бойына қаншалықты ұнды сіңіреді, соншалықты ұнды қосамыз. Бұл бізде шамамен 3-4 кесе ұн. Біздің қамырымыз қолға қатты жабыспайтын әрі жұмсақ болып шығуы қажет. Қамырды илеп болғаннан кейін оны шамамен 10 минутқа салқын жерге қоя тұрған дұрыс. 10 минуттан соң қамырымызды алып шығып, ақырындап шетінен үзіп алып, печеньенің формасына келтіреміз. Яғни алдымен қолымызға дөңгелектеп алып, одан соң екі жақ шетін жұқартып, айналасын басып шығамыз да, ортасын томпайтып қалдырамыз. Кейіннен суши палочкалары арқылы ортасын тесіп алып, сол жерге жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған духовкаға 200 градусқа шамамен 15-20 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Иісі де дәмі де балдай, өзі жұмсақ және де ортасы толығымен піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер сіздерге біздің видеомыз ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.